Сюжет болып батыр ғана. Неме қалыпты соң. Алматыда өткен қайрат... Мен армыс. A few moments later. Сен жерге түсіп қалу. Мен 05 барымсың қолын көрінеді. A few minutes later. Алматыда өткен A few inches later. футболшылар ғана емес, спорт журналистері де. 12 seconds later. Шашымды не өйш? 3 days later. Алматыда 3 weeks later. су командаларының тартысы матчында тек футболшылар ғана емес, спорт 3 months later. Алматыда өткен Eternity later. 2000 years later. Бар саптыр енді. Сүребеш бар ол. Кетші, адам өз бәлке барысы бәрі. Бұл, бес еркек келесін шығарсың. Давай, 1, 2, 3. Алматыда өткен Қайрат пен Жетісу командаларының тартысы матчында тек футболшылар ғана емес, спорт журналистері де ерекше белсенділік танытты. Солардың бірі болашақ тілші Жангүл. Ол өзі оқитын оқу орнының IT журналисті. Оқырманын 3 қатан тастап кеткесін. Мен бейт жақындатып бердім ғой. Жақындатқан кезде андай таратты емес, андай бүйтіп бергенсің ғой, жаңаша бүйтіп былай. Вот так. Өздері етіп алған шығарсың. Беркеш. Бері қарасай кішкене. Нөбет. Бишара болып Біз аккредитациялаған журналистеріміз атақ. Бүгін осындай болып қалды десең. Біз орталық стадионның ішінде емес. Біз деген генийміз ғой, тұрсымызды қарасаң. Біз аккредитациялаған журналистеріміз. Мәш. Болып тұрмын ба? Мейтіп артыма қарап. Мен Қайрат bilan Realning futbol tomoshaсын ko'rmoqchi edim. Afsuski biletlar qolmabdi va men ulgura olmay qoldim. Lekin yaqin arada Yetsu bilan Qayratning futbolning biletlari chiqibdi. O'rchan 2000 so'mda, Qozog'iston tangasi bilan 1500-2000 tangayu. Va men keldim, tomosha qildim. Juda ham kuchli. Chunki menga Qozog'istonning atmosfera hammasi unaydi va Qayratning o'yini juda ham menga Qayrat. Алматыда өткен Қайрат пен Жетісу командаларының тартысы матчында тек футболшылар ғана емес, спорт журналистері де ерекше белсенділік танытты. Солардың бірі болашақ тілші Жангүл. Ол өзі оқитын оқу орнының IT журнализм Instagram парақшасы арқылы спорт одасынан оқырмандарға жедел ақпараттар атты. Жангүл Қуанышева спорт журналистикасына енді қадам басқан жас маман. Ол үшін мұндай матчтар тек ойын емес, кәсіби тәжірибесін шыңдайтын үлкен алаң. Бұл жолы ол әлеуметтік желідегі ресми парақшада матч барысын тікелей жеткізіп, жанкүйерлермен байланыс орнатты. Жалпы спорт журналистикасында жүргеніме биыл 1 жыл уақыт болды. Және де осы соңғы өткен Қайрат Жетісу матчында аккредиттелген журналист ретінде матчты тамашаладым. Әрине өте ерекше. Жангүл ақпарат саласындағы алғашқы қадамдарын телевизияда бастаған. Ол кейін сценарист, редактор және атқарушы продюсер ретінде бірнеше жобаларды еңбек етті. Қазір сол тәжірибесін спорт журналистикасымен ұштастырып жаңа бағытта дамып келеді. Лық толы стадион, керемет қолдау, және де 5-0 есебімен Қайраттың ірі жеңісі ерекше әсер қалдырды, ерекше эмоция сыйлады. Сондықтан мен үшін өте ерекше әсер қалдырды деп айтсам болады. Матчтан кейін біраз уақыт өтсе де, біз жанкүйерлерден шағын сауалнама алып, футбол жайлы пікірлерін білдік. Өзім футболды ойнаған жақсы көремін, және де футбол командаларының ойынын тамашалаймын. Мен Барселона клубына жанкүйерімін.
Мен Алматы қаласындағы Қайрат құрамасының жанкүйерімін. Мен әр матчтарын үзбей көремін, және де маған соңғы уақытта негізгі құрамада өнер көрсетіп жүрген Шерхан Қалмырза ұнап жүр. Я обожаю футбольный клуб Реал Мадрид. И на самом деле у меня даже была мечта увидеть Килиана Мбаппе. Мен Ордабасы футбол командасының жанкүйерімін. Олардың үнемі ойындарын үзбей көремін. Және де Шымкент қаласында болған кезінде мен олардың Қажымхан атындағы орталық стадионда көрсететін ойындарына барып тұратынмын. Спорт алаңында журналистер де өз шеберлігін шыңдайды. Жангүлдің бұл тәжірибесі кәсіби жолындағы үлкен қадам. Алдағы уақытта ол тек парақша жүргізуші емес, еліміздің спорт журналистикасындағы жаңа есімге айналуы әбден мүмкін. Ақнұр Бағдат, Ақнұр Ақылбек, IT жаңалықтары.